Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 33-ші жаттығудың есептерін шығаратын болатынбыз. Ал бұл бізде электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктер тақырыбына берілген есеп. Бірінші электр өрісіндегі өткізгішке бір есеп шығарайық. Бұл бізде бірінші есеп, яғни берілгені мынандай екен. Бір-біріне жақын арақашықтықта орналасқан екі параллель металл пластиналардың біріне дейді 4 нанокулон заряд берілді дейді. Яғни оң заряд тапты біреуін. Ал екінші пластинаның әрбір қабырғасында қандай заряд индукцияланады? Пластиналардың арасында өріс кернеулігін анықтаңыз дейді. Яғни бірінші пластинаға 4 нанокулон заряд бергенде оны оң зарядталған. Ал мынау бізде бейтарап. Енді білесіздер, металдар индукция әсерінен зарядталады. Яғни оң зарядты оған қарай жақындатсаң, біз алдындағы теориялық бөлімде айттық қой. Мына оң заряды бар қабырғасына мынаның теріс зарядтар жиналады. Ал сәйкесінше одан ар жағындағы қабырғасына оң зарядтар жиналады. Енді қараңыз, бұл жерде 4 нанокулон оң заряд дейді. Демек ол 4 нанокулон мына жақ қабырғасына. Минус 4 нанокулон теріс зарядты жинайды деген сөз. Ал сәйкесінше енді бұл тұтас күйінде бейтарап болғандықтан келесі қабырғасына омен әр аттас, бірақ шамасы тең 4 нанокулон заряд жиналады деген сөз. Ал бізге сұрақ, мына арасындағы мына жердегі неге тең деп сұрақ қойыпты. Енді қарастырайық. Бұл жерде қараңыз, оң зарядталған мына зарядпен шамасы тең келесі зарядқа, яғни теріс зарядқа бағытталған мынандай өріс кернеулігі пайда болады. Иә? Тура сондай өріс кернеулігі мына 4 нанокулоннан мынаған қарай да пайда болады. Яғни былай. Тура солай енді бір тектіні сыза берсек, ары қарай ол жалғаса береді. Иә? Демек, бұлар суперпозиция принципіне сәйкес зарядтарының шамасы бірдей болғандықтан, бұл жерде индукциялап тұр мына заряд, тура сондай зарядты. Демек, онда суперпозиция принципіне сәйкес, яғни мына тараптан келген E1 деп белгілейікші. Ал мынау бізде E2 болсын. Бұл E1 мен E2-нің несі деген сөз? Қосындысы деген сөз. Енді бұл векторлық түрде ғой. Яғни бағытты ескеруіміз керек. E1 мен E2 тең. Екеуінің арақашықтығы өте жақын деп алған бұл жерде бір жағынан. Сонда бізде E'міз, яғни E1 минус E2. Өйткені бағыты мынанікін оң деп алсақ, мынанікін бізге теріс деп алуға тура келеді. Сондықтан бұл неге тең болады? 0-ге тең болады екен. Балалар, бұл бізде 33-ші жаттығудың бірінші есебі болған. Енді келесі үшінші есебін қарастырайық. Бұл диэлектрикке берілген есеп. Яғни керосинде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан екі нүктелік заряд дейді. Шамалары берілген екен. Q1 6,6 микрокулон дейді. Және Q2 1,2 микрокулон дейді. Олардың ара қашықтығы 10 см. Енді бұлай сұрақ. Яғни, олар қандай күшпен әрекеттеседі? Осы керосиннің ішінде тұрып, және өзара әрекеттесу күші бастапқы мәнінде қалу үшін оларды вакуумде қандай қашықтықта қою керек дейді. Мынау керосиндегі ара қашықтығын R1 деп алайық. Бізге табу керек сонда F1 керосинде орналасқан жағдайындағы екеуінің арасындағы кулон күшін, және R2 тура осындай күшке ие болу үшін, яғни F1 мен F2 тең болу үшін, оны вакуумде қандай қашықтыққа қою керек. Яғни осындай екі сұрақ қойылған екен. Енді бірінші, әрине бізге керосиндегі әсерлесу күшін есептеп алу оңайы. Кулон заңы бойынша F1-іміз K. Енді модульдің ішінде, модулын жазбай қойын, оң мәнін аламыз деп ойлай берейік. Онысы да бізде оң заряд берілген. R не болады? 1-дің квадраты болады. Енді мәндерін қойып, F1-ді, яғни керосинде орналасқан жағдайдағы кулон күш есептеп алайық. Өлшем бірлігін соңында бірақ қойық, тек мәндерін
си жүйесінде етіп қоямыз. Яғни 9 көбейген 10-ның 9 дәрежесі К-мыз, Q1-іміз 6,6 көбейген 10-ның минус 6 дәрежесі, көбейтеміз Q2-іміз 1,2 көбейген 10-ның минус 6 дәрежесі, бөлеміз R1-іміз 10 см, 0,1, оның квадраты болса 1 көбейген 10-ның минус 2 дәрежесі. Ортақ өлшем бірлік Ньютон. Есептейтін болсақ, жуықтағанда 3,5 Ньютон шығады екен. Енді бізге берілген шартында F1 F2-ге тең болу үшін R2 қанша болу керек? Ол үшін F2-нің формуласын жазайық. K, Q1, Q2 бөлеміз R2-нің квадратына. Енді мынаның орнына F1 деп алмастыра салсақ та болады. Сонда R2 ол неге тең болады? Яғни түбірдің астында K, Q1, Q2 бөлемін F1-ге болады. Мәндерін орнына қойып есептейтін болсақ, бұл жерде К-мыз 9 көбейген 10-ның 9 дәрежесі, Q1-іміз бізде 6,6 көбейген 10-ның минус 6, көбейтілген 1,2 10-ның минус 6, бөлеміз 3,5. Яғни, есептейтін болсақ, нәтижесі жуықтап алғанда 0,14 метр. Немесе, яғни, R2-міз тең сантиметрмен 14 сантиметр деп таба салсақ болады. Мына R1-мен салыстыру үшін, я? Сонда, балалар, бұлай қорытынды жасасақ болады. Яғни, керосинде 3,5 Ньютон күшпен әсерлесіп тұрған, ол 10 сантиметр ара қашықтықта, ал бұндай күшпен әсерлеседі ол вакуумде 14 сантиметр ара қашықтықта тұрып. Сонда вакуумдегі әсерлесу күші керосиндегі қарағанда қандай? Үлкенірек, я? Яғни диэлектрик орта әсерлесу күшін әлсірететін болып тұр. Балалар, бұл тақырып сізге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.